Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Қоңырауды басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз осындай тесік-тесік жұп-жұқа құймақ дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа саламыз, қант саламыз және жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған айран саламыз. Ұн салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Сұйық май салып, араластырамыз. Ыстық қайнаған суға 1 шай қасық ас содасын салып, араластырамыз. Және жаңағы массамызға құйып, араластырамыз. Аз-аздан құйып отырып араластыру қажет. Бізде осындай масса шығу қажет. Қызып тұрған табаға астына май жағып, осылай құймақтарымызды құйып пісіріп аламыз. Құймақтарды ақырын аудару қажет, өйткені жыртылып кетуі мүмкін, айранға піскендіктен жұмсақ болады. Табамыз қызған соң құймақ тез піседі. 1-2 минутта аударып отыру қажет. Тесік-тесік өте жұп-жұқа, жұп-жұмсақ болып пісетін құймақтарымыз дайын. Сіздермен болған Әсел, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте дәмді. Қоңырауды басуды ұмытпаңыз, алдағы уақытта өте ерекше әрі тез дайындалатын рецепттер шығады.